Талғар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі. Дефектология пән оқытушысы Абдунабиева Зарина Мақсуджановна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көру қабілеті зақымдалған балалардың психологиялық педагогикалық мінездемесі. Сабағымызға кіріспе, көру қабілеті бұзылған балаларға білім беру мәселесінің қалыптасуы мен дамуына көз салсақ, көз жанарынан айырылған балаларға арналған мектептер мен мекемелердің ашылуына себепкер болған Валентин Гаюидің еңбегіне назар аударамыз. 39 жасар педагог Валентин Гаюи 1784 жылы Париж қаласында өз қаражаты есебінен көз жанарынан айырылған балаларға арнап мектеп ашады. Ашылған мектепті еңбек етуші зағиптардың шеберханасы деп атайды. Мектепке ең алғашқылардың бірі болып 12 бала қабылданады. Валентин Гаюи оларға арнап өзінің оқу әдістемелік құралын жазады. Сабағымыздың міндеті көру бұзылыстары бар балаларға психологиялық педагогикалық сипаттама беру. Көру бұзылыстары бар балалардың оқыту ерекшеліктерін қарастыру. Көру бұзылыстары бар балалармен коррекциялық педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жолдарын көрсету. Көрудің бұзылуы туа пайда болуы мүмкін, немесе жүре пайда болуы мүмкін. Туа пайда болған соқырлықтың себебі катаракта, глаукома, көз торшасының патологиясы, көру нервтерінің атрофиясының тұқымқуалаушылық жолмен таралуы болып табылады. Тағы бір себебі ананың жүктілік кезіндегі түрлі инфекциялық аурулармен ауруы. Жүре пайда болған көрудің бұзылу себептері: көру органдарының ауруы, орталық нерв жүйесінің аурулары, менингит, ми ісігі, менингоэнцефалит, бас миының немесе көздің соққы алуы болып табылады. Балалар арасындағы көрудің бұзылуындағы негізгі клиникалық формалары нерв жолдарының, көру анализаторларының, қабықтық зоналарының зақымдануы, көз хрусталінің, яғни катарактасының бұзылуымен түсіндіріледі. Балалар арасында кездесетін көру қабілетінің бұзылуларына қылилық, амблиопия, астигматизм, тағы да басқа сондай аурулар жатады. Тегіс баспалы оқу құралдар бұл санаттағы балалар үшін қолжетімсіз болғандықтан материалдарды берудің басқа түрлерін таңдау керек. Брайль шрифтісімен жазылған оқулықтар мен оқу құралдары, цифрлік аудиожазба MP3-лер, көрнекі құралдардың рельефті бейнелері, ақпаратқа визуалды емес қолжетімділік бағдарламалары. Көру бұзылыстары бар балаларға психологиялық педагогикалық сипаттама. Көру бұзылыстары бар балалар: бірінші топ мүлдем көрмейтін балалар, екінші топ көру деңгейі төмен балалар, үшінші топ көру деңгейі функционалдық бұзылған балалар. Көру бұзылыстары бар балалардың оқыту ерекшеліктері: көрмейтін, нашар көретін және кейіннен көрмей қалған балаларды оқыту процесінде жұмыстың арнайы түрлері мен әдістері, көрнекі құралдар, тифлотехника және басқалары қолданылады. Көрмейтін балаларға білім беру процесінің ұйымдастыруы бойынша әдістемелік ұстанымдар. Көрмейтін балалардың жұмыс қарқыны баяу болғандықтан тапсырмаларды орындауға көбірек уақыт беру қажет. Бала сипап сезу немесе естіп сипап сезу арқылы үйренеді. Сондықтан оған заттарды ұстап көру мүмкіндігі берілуі керек. Көру бейнелерінің кедейлігі мен сызбалылығының орнын толтыратын түсіндірмелер санына назар аудару ұсынылады. Бұл жағдайда түсіндірмелер, сипаттамалар, нұсқаулардың нақтылығына ерекше көңіл бөлу керек. Заттарды, суреттерді көрсетуді сөздік нұсқаумен немесе сипаттамамен бірге жүргізу керек. Затпен және объектімен таныстыруда сабақтың қарқынын төмендету керек. Себебі көрмейтін балаларға тапсырманы қабылдауға, есте сақтауға, түсінуге ұзағырақ уақыт керек. Сипап сезуге байланысты материалды ұсынғанда, көруге берілген тапсырмамен салыстырғанда орындау уақыты 2-3 есе артатынын ескеру керек. Сабақ барысында көру қабілеті бұзылған бала кім сөйлеп жатқанын түсіну үшін әрбір оқушыны атымен атаған жөн. Мұғалім балаларға түсіндірген тақырыптарды көрмейтін бала қайта тыңдау үшін магнитофон, диктофонға жазып алу ұсынылады. Көру бұзылыстары бар балалармен коррекциялық педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жолдары. Көрмейтін, нашар көретін және кейіннен көрмей қалған балаларға арналған арнайы жалпы білім беру ұйымының міндеттері: алғашқы ауытқушылықтар, қимыл қозғалыс аясының бұзылыстарының кеңістікте бағдарлауының орнын толтыруы, ұғымдар мен түсініктер жүйесін қалыптастыруы, заттық практикалық қызметін,
әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Көрмейтін және нашар көретін оқушыларды оқытудың негізгі мектептегі оқыту мерзімі ұлғаюына байланысты оқу материалын өзгерту және қайта қарастыру ескерілген жалпы білім беру мектебінің бағдарламалары бойынша іске асырылады. Көрмейтін оқушыларды оқыту процесінде Braille жүйесі бойынша рельефті нүктелік әріппен басылған жалпы білім беру мектебінің оқулықтары, оқу құралдары мен әдебиеттері қолданылады. Нашар көретін оқушыларды оқыту көру арқылы қабылдауы үшін қолжетімді ірі әріппен және арнайы дайындалған суреттермен басылған жалпы білім беру мектебінің оқулықтары бойынша жүргізіледі. Күрделі бұзылыстары бар көрмейтін және нашар көретін оқушылар барлық оқу жылдарында арнайы оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша білім алады. Екі алақанның арасына ермексазды салып дөңгелет әдісінің мақсаты көрмейтін және нашар көретін балаларға дөңгелектің қандай болатынын, қандай пішінде екенін түсіндіру мақсатында қолдануға болады. Яғни бала дөңгелекті ұстап көру арқылы түсінеді. Сабағымызды қорытындылай келе, көру қабілеті бұзылған баланы жалпы бағдарлама бойынша білім алуға икемдеу жұмысы мұғалім үшін де, баланың өзі үшін де күрделі міндет болып табылады. Көру қабілетінің аномалиясы анықталған баламен жұмыс жасау кезінде мұғалімге әр уақытта қосымша талаптар мен ережелерді есте ұстағаны дұрыс. Соқыр немесе нашар көретін оқушының баяу жазуы, баяу оқуы көретін балалармен салыстырғанда қосымша жұмыс жасауды қажет етеді. Осыған байланысты мақсатты түрде сабақтың белгілі бір фрагменттері түсірілген диктофон, есте сақтауды компенсациялайтын ауызша есептеулер қажет болады. Одан басқа оқушының көру қызметіне шектен тыс күш түсірмеу керектігі туралы қатаң есте ұстау керек. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.